Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге түс шору каналы түсіңізде өкіріп жылау нені білдіреді? Түсіңізде жылау немесе күлу шынайы өмірде керісінше жайт орын алатын белгісі. Кейде түсіңізде қатты жылағаныңыз соншалықты оянғанда жастығыңыздың дымқыл тартып су болғанын байқайсыз. Жалпы түсте қатты жылау ненің белгісі болуы мүмкін? Аталған сұрақтың жауабын бүгінгі материалдан білетін боламыз. Егер өкіріп жылап, жасыңыздың тамшылап аққанын көрсеңіз, бұл жақын болашақта байлыққа келенетініңіз. Жас тамшылары ақшаны білдіреді. Неғұрлым көп жас төксеңіз, соғұрлым көп ақша табасыз. Ғашық бойжеткен сүйіктісі үшін көз жасын төксе, шынайы өмірде жігіт оған ілтипатын білдіріп, алақанына ұстайды деген сөз. Түсіңізде сүйіктіңіз тастап кетіп, сол үшін жылап отырсаңыз, шын өмірде сізге үйленуге ұсыныс жасалады, немесе қуанышты өзгеріс болатынын білдіреді. Егер біреуді жоқтап, қайғырып жылап отырсаңыз, шынайы өмірде ұзақ ғұмыр сүретініңізді білдіреді. Ал қандай да бір жануар немесе хал үстінде адамды аяп, көз жасыңызға ерік берсеңіз, онда өміріңізде оң өзгерістер болады деген сөз. Алайда қатты күлгеннен көз жасыңыз ағып жатса, бұл шынайы өмірде үлкен соққы алатыныңызды жайлы ескертеді. Мұндай келеңсіздіктер себепкер жақын адамыңыз болуы әбден мүмкін. Түсте жылау өзіңнен кейін ұрпақ қалады дегенді білдіреді. Егер әйел адам түсінде жыласа, онда көп ұзамай жүкті болады деген сөз. Егер әйел адам түсінде жылап тұрған ер азаматты көрсе, онда ол өзінің интимдік өмірінің көңіл толады деген сөз. Ал егер ер адамның түсінде жылап тұрған әйел адам кірсе, онда ол өзінің өмірлік серігінің кездестіріп, одан ұрпақ сүйгісі келетінін білдіреді.